Мен қазір алдарыңызға біздің еліміз қандай керемет, үлкендігі соншалық. Әлем бойынша біздің Қазақстан 9-шы орында екен. Бірден көздеріңізге түсіп отырған шығар, балконда отырғандар көріп отыр. Осындай біздің еліміз бар екен. Қараңыздар, қандай керемет, сүйсініп қарайсың, қуанасың, мақтанасың осындай жеріміз бар деп. Солай емес пе? Бұл біздің жеріміз. Біз қазақ халқы осындай әдемі кең байтақ жеріміз бар. Біз ақылды халықпыз. Біз мына картаны ашып берсек, әлем картасын, қай мемлекет қай жерде тұрған, ол мемлекеттің астанасына дейін білеміз. Ал біз бір Европаға, шетелге шықсақ, қай жерден деп сұраса, Қазақстан десе, қай жерде ол дейді. Мына тұрған мемлекеттер, Қазақстан қай жерде деп сұрайды. Мұнан көрмейін ба сонда олар? Көздері жоқ бәлде, оқымаған бәлде олар. Таң қаласын, мына елді қараңыздар, керемет. Мына жерде бітіп әлем шошитын бәрі. Корея мұнан қараңыздар. Северный Корея, Южный Корея, Японияның өзін қараңыздар. Шашып тастаған секілді жинап алыңдар деп. Таң қаласын, мына Қазақстан өзі бір әдемі, керемет. Осындай еліміз бар, осындай жеріміз бар. Мына жерде мына Европаның өзі біздің Қазақстан секілді. Қаншама мемлекет жатыр. Мына жерде бір 50 мемлекет жатыр. Бізде мына жерде бірақ мемлекет. Мына бір мемлекетте мен таң қаламын, мына бір мемлекетте 53 миллион халық тұрады екен. Мына мемлекетте 22 миллион халық тұрады. Мына мемлекетте, мына кішкентай мемлекет, көріп отырсыздар ма, экскурсия ма бірдеңе? Мына мемлекетте 16 миллион халық тұрады. Бәрі әйтеуір өз жеріне сияды. Бізде 16 миллион, мына жерге сыймаймыз. Сыймаймыз бар ғой. Пробка қала. Бір-біріміз тапа батырмыз. Жер жоқ үй салатын. Шын өзі, бір үйде 10 адамнан тұрып жатырмыз. Жатақханада 7 адамнан тұрып жатыр. Әйтеуір қыстырысып батырмыз әйтеуір. Біріміздің үстін бір тапа батырмыз. Не істеп батырмыз? Осы жерге сыймай жатырмыз. Таң қалам бар ғой. Жоқ, Қазақстан мынау болса не істер едік мысалы. Осы жерге сыймай жатсақ бір жын әйтеуір. Жоқ, мына жерге сыймаймыз бар ғой. Қазақ елі, мына қараңыз, қазақ елі. Мен осыған таң қалам, мына жерге неге сыймаймыз біз деймді. Жоқ, одан да мына шекаралардың мына жерде бос қой. Үйлерді осы жерге нағып салмаймыз былайынан. Госпрограмманың үйлерін бүйтіп. Бүйтіп ақырында балабақша бәрін былай сыртына салайық, әйтеуір құласа да арғы құлайды ғой әйтеуір. Мусор арғы мемлекетке қалып қояды. Қазақстан қақ ортасында үйлер құлап жатыр тіпті. Кеше Қарағандыда бір үй құлады. Мысалы. Жоқ, бәріміз қазір ойды отырған, ол үйге айтар едім. Не қазына Астанада шетелден не бір умный домдар бар деп қояды. Вот Қарағандағы құлаған үй умный дом. Неге деп отырған шығарсыздар? Ол соншалықты ақылдығы соншалық. Түнде құлап қалса не істер едік? Ол өзінің құлайтынын айтты. Құлайын деп тұрым деді. Ішіндегілердің бәрін шығарды. Скорыйды күтті. Пожарный күтті. Бүкіл халықтың бәрін сыртына шығарып барып, әбет ішіп алыңдар деді еще кәдімгідей. Түскі сағат 3-те құлады. Аккуратно құлай салып бүйтіп. Керемет, умный дом, Қазақстан. Осындай жеріміз бар, осындай еліміз бар. Мен айтам, мұны айналадағы мемлекеттерді қарасақ, ағайын, әр жерде, бір жерде тұрақсыздық, бір жерде соғыс болып жатыр, бір жерде анау болып жатыр, айта берсең қазір барлық. Ал мынандай ортасында Қазақ деген ел бар. Алла тағала бізге осы қақ ортасынан жер берген. Қазақта жақсы сөз бар. Алды болма сөз тиеді, арты болсаң көз тиеді, ортасы бол деп, мына қақ ортадан осындай Қазақстан деген әдемі жер берген екен. Осындай ел берген бізге. Әрқашан отанымыз аман болсын. Бірлігі мен берекесі жарасқан қазақ елі аман болсын.